Жұмыспен қамту 2020 бизнестің жол картасы сыбаға, алтын асық, тағы да басқа мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін ауыл адамдар түсінген. Соның арқасында мал өсіріп, кәсіп ашушылар саны артуда. Жамбыл ауданында жыл басынан бері 10 адам жеңілдетілген несиеге өтініш беріп, бұл мақсатқа 18 миллион теңге қаржы бағытталыпты. Жамбыл ауданы облыс орталығынан 150 шақырым шалғайда орналасқан. Бұл жердің топырағы құнарлы, шөбі шүйгін, суы тұщы. Бүгінгі күні табиғаттың байлығын пайдаланып отырғандар аз емес дейді аудан әкімінің орынбасары Зейнолла Бекетұлы. Мұнда бизнестің осы соңғы кездері көп мал алып, әртүрлі үкіметтің қолдауының арқасында несиелер алып, сол несиелермен мал шаруашылығы міне дамып келе жатыр. Өзі соңғы 2 жылдың ішінде 3 мыңға жақын қара мал келіп. Мынау алтын астық жоспары бойынша қой шаруашылығы да дамып келеді. Әрине, еңбекқор адамға мемлекет тарапынан да қолдау бар. Осыны пайдаланып тұрмысын түзеп алғандар да жоқ емес. Солардың бірі Ерболат Қайсенов. Ресейден атамекенге қоныс аударған ол қазір өз ісін дөңгелетіп отыр. 25 гектар картофеля сеем, 70 гектар зерновых. Вот нынче обратился в фонд финансовой поддержки, оказали большую помощь, выделили кредит на приобретение трактора. Большую помощь оказывает акимат. Жақын күндері Ерболат қаржылық қолдау қорынан 3 миллион теңге жеңілдетілген несие алып, трактор сатып алмақшы. Осылайша жер аумағын кеңейтіп, өнім көлемін арттырамын дейді жас кәсіпкер. Айтпақшы, көкөніс пен бидайға мемлекеттен төленетін субсидия бар. Ауданда Ерболат секілді кетпенмен күрегі қолында жүрген шаруалар аз емес. Есперлі ауылында да мал мен жердің ыңғайын білетіндер көп. Жалпы енді жұмыс істеген адамға жерімізде, елімізде жақсы, ел деп тұрмысымыз жаман емес. Алла Құдай деп жұмыс істеп жатырмыз. Ел өгімнен келатқан еліміз, Есперлі ауылымыз өте осы маңайда өзі сыйлы, өте үлгілі ауылдың бірі. Бүгінгі күні бұл жерде 10 шаруа қожалығы бар. 7 бірдей азамат егін егіп, нәпақасын тауып жүр. Ал 3 адам мемлекеттің жеңілдетілген несиесіне ірі қара мал өсіріп отыр. Тіпті орақ науқанынан кейін үздік диқандарға басшылары жеңіл автокөлік сыйға тарту игі дәстүрге айналған. Айгүл Ысқақова, Ерлан Қалиев, Юрий Искаков, ақпарат.